Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен жасымық сорпасын дайындап көрсетемін. Ең алдымен пияз, сәбіз, картопты ұсақтап турап аламыз. Табаға сұйық май құйып, пиязды қызартып қуырамыз. Содан соң сәбіз картопты салып, араластыра отырып жуылған жасымықты салып 5 минут жай отқа қойып қоямыз. Бес минуттан соң томат пастасын, тұз бұрышын салып, қайнаған су құйып 15 минут пісіреміз. Піскен жасымық сорпамызды осылай блендермен езіп аламыз. Жасымық сорпамыз дайын болды. Үстіне қызыл бұрыш салып, лимон шырынын құйып ішсеңіз керемет дәмді болады. Ас болсын.